Мен Наушабаев Мәди Қалдыбайұлы Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының нөмір 2 мұнайгаз өндіру кәсіпшілігінің геология жөніндегі бастық орынбасарымын. Осы мұнай саласында жұмыс жасап келе жатқанымызға биыл 17 жыл болады бұйыртса. Мен өзім Жетібай тұрғыны болғасын, осы жерде көзімізді ашқаннан бері талай мұнайшыларды көргеннен кейін бұл мамандықты таңдау маған қиынға соққан жоқ. Өзімде қызығушылық болды бала күннен. Осы мұнай қалай шығады екен, қалай өндіріледі екен, қалай тасымалданады екен деген. Геология мамандығын таңдап оқып бітіріп келгесін алғашқы еңбек жолында осы Маңғыстау мұнайгазы оператор болып бастадым. Нөмір 2 мұнайгаз өндіру кәсіпшілігіне қазіргі таңда 606 скважина жұмыс жасап тұр. Соның қарап отқан қазір 131 операторымыз бар. Күнделікті сынамаларын алып, сосын уақытында өзінің өнімін беріп тұрғанын қарап отырып, бәрі осы біздің міндетімізге кіреді. Суланған скважиналардың бұрынғы көзін бітеп, жаңадан көзін ашамыз. Салыстырмалы түрде осы ұңғылардың дәрігеріміз былай айтқанда. 7 қабат жердің астынан осы мұнайды тауып, көзін ашып отырған осы геолог әріптестеріміз, оқуын бітіріп, ойланып, толғанып жүрген жас буындарымыз таңдауын дұрыс жасаса екен деймін. Геология жұмысы өте қызық, таңдауға кеңес беремін әрине. Мен енді осы сәтті пайдалана отырып, бүткіл Қазақстандағы геолог әріптестерімді шын жүректен геолог күнімен құттықтаймын.